Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір жасағаннан керемет шығатын сметаник пирогының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті заттар: ұн, май, жұмыртқа, қант, разыхинді және де сметана 20% керек болады. Тестасының жұмсақ болып шығу үшін біз комнатный температурада тұрған майды осылай ұнда сақтап аламыз. Ең маңыздысы жұмсақ болу үшін бізде осы процесс болып табылады. Одан кейін кішкентай қанттан ақырын қосып отырып, мен көз мөлшерімен қосып отырамын. Және де жұмыртқаны разыхинді салып, барлық қамырды біріктіріп аламыз. Осылай қамырды біріктіргеннен кейін салфанға салып, жарты сағат көлемінде холодильникке қоямын. Ол холодильникте тұрған уақытта ортасындағы начинкасын істеп аламыз. Біз начинкасына сметананы қолданамыз. Мен үлкен формада жасағандықтан 500 граммдай сметана қолдандым. Қант және де 4 жұмыртқаны қолдандым. Міндетті түрде венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ. Себебі көп араластырмаймыз. Барлығы біріксе болды. 10 секундтай араластырсақ болды. Сол жеткілікті. Формада жасадым. Форманы сары маймен майлап алдым. Жарты бөлігінен кішкене үлкендеу бөлігін алып, осылай жан-жағына барлығына әдемілеп тегістеп шықтым. Песочный жақсы теста шықты. Міндетті түрде холодильникте жарты сағат тұруы қажет. Және де қалған бөлігімен осындай бортиктарын жасадым. Оны вилканың көмегімен әдемілеп шықсаңыздар болады. 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Және де піскеннен кейін міндетті түрде 2 сағат суытып қойыңыздар. Егер суытпасаңыздар, ортасы сұйық болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тестасы да жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.